Қайырлы таң баршаңызға. Мен осындай таңғы аста айтатын, яғни жұмыртқа, помидор мен алма туралған және де шай, сүтпен. Баршаңыздың астарыңыз дәмді болсын. Мен киініп далаға шығып бара жатырмын, себебі құрбым хабарласты, ол келіп тұр екен. Және де маған конфет алып келіпті. Алдында бірнеше күн бұрын көңіл күйім болмай тұрып инстаграмға салған болатынмын. Сол үшін көңіл күйімді көтеру үшін маған конфет алыпты, арнайы мен үшін, менің жақсы көретінімді. Сондай қуаныштымын, Аллаға сансыз шүкірлер менің осындай құрбыларым болғанына. Қазір шығып бара жатырмын. Мінекей маған аңерген әкеп бергені. Мен уже ашып жеп алдым, далада екеуміз отырған кезде. Сосын банан, мен уже жеп қойдым, виноград, груша. Рахмет, жаным, Алла разы болсын. Ол мынандай конфет. Алдында менің историясымды көргендер біледі. Мен осындай лайфстың конфеттерін жақсы көретінімді. Бұл Меломанда сатылады. Міне. Судьба рядом, ты не сможешь пройти мимо. Лафис. Күшті, керемет. Барлығы ағылшынша. Конфетті ашқаннан кейін ішінен андай жазылып шығады. Керемет, рахмет саған, Алла разы болсын. Және де біз шай ішіп алдық. Орео печенье Рафаэлло конфеттерімен әдемілеп екеуміз шай ішіп алдық. Және оны шығарып салдым. И үйге уже мына қыз келді. Менің сестренкам уже сабақтан келді. Бірақ өте тым кеш келген сияқты, иә? Иә. Неге ұзақ болдың сабақта? Дайындық болды. Посвящение. Ал мен үйде тоңып, мынандай киініп алып отырмын. Теріңізде болса, алдыңғы блогтарда көрсеткен болатынмын. Роза гүлдерін маған сыйлыққа берген букетті. Енді оны біз құрғатып жатырмыз. Кейін не істейсің? Коробкаға салып қойсың ба? Ол сіңірім өзіне құрғатып жатыр, ұнайды екен. Кейін қорапқа салып сақтап қоямын, әдемі болады дейді. Бұрын көрген екен. Енді көреміз нәтижесі қандай болатын. Упаковкалап жатырмын, яғни ондай қағазға салып. Кәдімгі негізі бұл қағаз мынандай шеті жабыстыратыны бар қағаз. Мен жабыстыратын жерін қиып тастап, мынандай жерін қалдырып, және мынандай ленталармен байлап жатырмын. Енді қазір мына қыздың реакциясын түсіретін боламыз. Кейк-поп үшеудегі, алғашқы кейк-поп үшеудегі реакция. Көрсетіп жүрсең. Қалай? Супер. Мен бұны бір қатты деп ойладым ше, білейін түрін көрсеткенмен. Айта бер. Қатты деп ойладым. Сосын бұндай деп күткен жоқпын мүлдем. Өте керемет. Дәмді ма? Ұнады ма? Саған ұнағанына қарағанда балаларға да өте қатынайтын сияқты, иә? Жұмсақ. Сосын андай кремі де, несі де бәрі керемет. Иә, сочетаниесі күшті екен. Маған қатты ұнады. Қолым сәбіз. Сондықтан жасап көріңіздер. Иә. Біз қазір корж пісіріп жатырмыз. Морковный торттың 2 коржы пісті, енді 3-ші коржын пісіріп жатырмыз. Біздің кейк-попстарымыз дайын. Біз оны мынандай пакетке салып, шетін лентамен байлап қойдық. Балалардың туған күнінде садикке, яғни балабақшаға, мектепке апарғанға таптырмас дүние. Балалардың барлығы жақсы көреді, өте дәмді. Біз медовиктердің қамырларын үстіне қойып қойдық. Және де пирожный шу жасадық. Мінекей. Заварной тестамен, өте керемет. Бұған крем жасау керек. Сол үшін мен қазір мынандай подносқа көшіргім келіп тұр. Қалғанын ертең түсіреміз ба деп тұрмын видеоның. Қазір медовикті аяқтасақ, пісіріп алсақ, сосын кремін дайындаймыз, қалғанын ертеңге қалдырамыз ғой деймін. Себебі
Уақыт тым кеш болып кетті, ал біз әлі жүрміз ас бөлмеден шыға алмай. Сондықтан уже ұйықтау керек. Түнгі сағат нешеде айтып тұрғанымызды білмеймдер. 16. Иә. Мінекей, қараңыздар, өте керемет. Креммен жасаған кезде бұл одан да керемет болады. Және де бізде духовкада да пісіп жатыр, мінекей. Ашайын. Қазір 1 минут парын шарлайық. Кішкентай ғой. Мінекей. Негізінде барлығы ойлайды, мен күнде боянады деп. Бүгін сіздер менің таңғы видеомнан бастап мінекей түннің 1 уақыты болды, соған дейінгі не істегенімді көрдіңіздер, бірақ мен бүгін бірде-бір боянған жоқпын. Сондықтан мен күнде боянбаймын. Тек интернетке, яғни инстаграмға боянып салған фотоларымды көргендіктен елдің барлығы күнде боянады деп ойлайды. Және де көбісі ойлайды, сұрақ көп қояды. Дәрет қалай аласыз? Дәретіңізге зияны жоқ па деген сияқты. Жоқ, қыздар. Дәретке де басқасына да ешқандай зияны жоқ. Себебі мен боянбаймын көп. Сіздер ойлағандай көп боянбаймын. Сонымен достар, біз видеоны аяқтаймыз деп ойлап тұрмын. Сонымен достар, бүгінгі видео өз соңына жетті. Мен әлі сіздерге монтаждап үлгеру керекпін, оның үстіне әлі де видео түсіріп жатырмыз. Яғни мастер-класстың видеосын әлі де түсіріп жатырмыз. Бізде бір тортты аяқтасақ, сонымен ұйықтайтын боламыз. Біз медовик тортын пісіріп жатырмыз қазір онлайн мастер-класстың. Және де сол медовик тортын кремін жасап, құрастырып, холодильникке салып, сосын бірақ ұйықтайтын боламыз. Сондықтан баршаңызға қайырлы түн, менімен болғандарыңызға рахмет. Күндеріңіз сәтті өтсін.